Армағайын. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Әліпбидегі кезекті әріп Ö. Ол қазақ әліпбиіндегі төл дыбыс. Жазылуы О әріпі сынды, алайда үстіне акут қойылады. Кіші әріпі де солай таңбаланады. Ö таңбасы басқа әліпбилерде кең қолданысқа ие. Атап айтсақ, мажар, поляк, чех, испан және вьетнам әліпбилерінде де бар. Бірақ олар созыңқы О әріпін таңбалау үшін қолданылады. Ал түркі тілдес халықтардың бір қатарында Ö дыбысын береді. Мысалға, түрік әліпбиінде оның дыбысталуы бірдей болғанмен жазылуы сәл өзгеше. Түрік әліпбиінде О әріпінің үстіне қос ноқат, яғни нүкте қойылады. Ö дыбысы оның жіңішке сыңары болғанмен өзбек, татар, башқұрт, чуваш тілдерінде ол әріп жоқ. Ö жіңішке дауысты дыбыс. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі, ал соңында қолданылмайды. Ö әрпінен басталатын есімдерге келсек, Өмірхан, Өрік, Өркен, Өзбекәлі. Өзбекәлі қазаққа белгілі есім. Ол мемлекет қайраткері, этнограф, тарих ғылымдарының кандидаты. Өзбекәлі Жәнібеков 1931 жылы 28 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Сарғамыс атты ауылда дүниеге келген. Ол өзінің өмір жолы туралы тағдыр тағылым атты мемуарлық шығармасында әмеңгерлікке мәжбүрленген аяулы анадан туған жесір әйелдің баласы екенін жазады. Өзбекәлі Жәнібеков Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын үздік бітіргеннен соң еңбек жолын Келес ауданындағы мектепте пионер жетекшісі, тарих пәнінің мұғалімінен бастайды. Кейін мектептің оқу ісінің меңгерушісі, соңынан аудандық комсомол ұйымының жетекшісі болып еңбек етеді. Ол оңтүстік Қазақстан облысында комсомол ұйымының қатардағы хатшылығынан бастап, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшылығына дейін көтерілген тегеурінді мемлекет қайраткері. 1987-1988 жылдары мәдениет министрі қызметін атқарған. Үлкен қызметтерді атқара жүріп, ел руханиятына көп еңбек сіңірген. Киелі, өлке, Түркістандағы кесенелерді қалпына келтіруді дәріптеп, Тайқазанды қайтаруға үлес қосқан этнограф ғалым. Өзбекәлі Жәнібековтің бастамасымен Қазақстанның көптеген қалаларында этнографиялық мұражайлар ашылып, Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерін сақтау мен қалпына келтіру мақсатында көзделген Арқас қоғамы құрылған. Өзбекәлі Жәнібеков өз уақытында Шертер, Адырна, Алтынай және тағы да басқа фольклорлық өнер ансамбльдерін ұйымдастырды. Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлының есімдерін халқына қайта оралуына белсене атсалысты. Ана тілін дамыту бағдарламасының мемлекеттік тұжырымдамасын жасауға қатысты. 1988 жылы Қазақстан алғаш рет Наурыз мерекесін ресми түрде атап өтті. Түрлі естеліктерге қарағанда, бұрын тыйым салынған мерекені қалпына келтіру жөніндегі қоғамдық бастамаларды алғаш рет Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков қолдаған. Өзбекәлі Жәнібеков орталық комитеттің халықаралық байланыс бөлімінің меңгерушілігі қызметінде жүргенде сырт елде жүрген қазақ диаспорасымен жұмыс істейтін Отан қоғамы арқылы қазақ балаларын оқуға тартқан. Қазақ КСР сыртқы істер министрлігінің жұмысына жан бітірген. Шетелмен байланыс бөлім басшысы Мәскеуге сала басшысына жиі хат жазып, мәселе қоя бастайды. Шетелдерден келген қонақтарға көрсетейік деп, Қожа Ахмет Яссауи және Айша Бибі кесенелерін жөндетуге атсалысады. Көктөбеге қазақтың киіз үйін көтеріп, ауыл мейрамханасын ашып, Алматының әсем орталығына туристерге арнап Отырар қонақ үйін салдыруға атсалысады. Цензураның шынжыры әр қадамды аңдыған сәтте, орайын тауып елге қызмет етіп, ұлттың ұпайын, құндылығын түгендейді. Ö әрпіне арналған бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Біз бүгін есімі Ö әрпінен басталатын Өзбекәлі Жәнібеков туралы айттық. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.